бүгін өзім тонада ана жылқыдан жасап қойған қазым бар ғой, содан бір екеуін балдарға күнде таңертеңгілікте неге жеуге колбасаның орнына пісіріп қояйыншы деп, морозкамды 2 күн болды қыздар, представляете, 2 күннен бері алған морозильник екенін білмеймін, ермейтін, сіресіп жатыр, сіресіп қатып. Астында дейтін осындай сарпакетте полный қазы жатыр, бетіндегі полный қазы 10-10-нан бөліп тастағым ғой, вообще 20 қазы шықты бір жылқыдан. Соның, короче, дейтін 2 күн бойы морозка ермей, мұзы дейтін әлі қатып жатыр, білмеймін, сонда неше күн тұру керек екен бар ғой. Вообще түсінбей жатырмын мен. Сонда кісі келетін болса, бір апта бұрын суыру керек шығар мына морозканы. 2 күн, уже 2 суткіден асып жатыр міне, вообще ермейтін, білмеймін, алған морозка екен. И то қапқа, ненің морозильниктің қапқағына біреулер айтқан, андай жауып қоймайсың, ашып қоясың деп. Целый 2 күн бойы ашық тұр, білмеймін, вообще қатып жатыр, сіресіп. Енді колбаса мен негізі алмаймын желательно. И то алған кезімде андай КМДБ деген сондай несі бар, эмблемасы бар колбасаларды алып жүретін едім, бірақ соңғы мезгілде вообще алып жүрген жоқпын. Соны таңертеңгілікте балаларға әйтеуір неге нан мен жесінші сабаққа Сәдеке кетіп жатырғанда пісіріп қояйыншы деп, пісіріп салқындатып холодильникке салып қояйыншы деп өзімше ерткен холодильник морозкам ғой, 2 күн болды міне ермей, не істерін білмей тұрмын. И то бар ғой, мен ішіне тұз салдым ғой, бұның бар ғой, тұз салып, может арасына тұз кіргесін еритін шығар деп. Солай болып тұр, не істеймін, айтыңдаршы.